жердегі 3-ке бөлінген домбыраларды топқа бөліну үшін оқушылар келіп ала қойыңдар. Бірінші мына топ келіп аламыз. Келіп. Адан бір-бірден аламыз. Түрлі түстерді аламыз. Екінші топ келіп бір-бірден аламыз. Жақсы, үшіншіден бүгінгі үй тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ондарының ұялы телефондарында алып, әрқайсының өздерінің логин парольдерімен онлайн мектепке кіре қойыңдар. Достар, тапсырмаларға назар аударайық балалар. Сендер әрқайсың бейнебаянымызға қарай отырып, өзіміздің ойымызды әрі қарай толықтырамыз. Яғни айтыс дегеніміздің өзі бұл ауыз әдебиетінің бір түрі. Бұл бұрынғы уақыттары қазіргі таңдағыдай жазып алатын нәрселер болмағандықтан, олар ауыздан ауызға тарау арқылы да пайда болған. Біреудің айтқан айтысы бір жерде басқаша айтылса, екінші бір жерде айтқан кезде ол айтысты басқа жеткізуші адам басқаша мәтінмен жеткізіп отырған. Сондықтан да бұл айтыстың түрлерінің бірнеше нұсқалары бар. Енді қандай айтыстың түрлері бар? Бәдік айтысы, ақындар айтысы, қыз бен жігіт айтысы, өлім мен тірінің айтысы, жануарлар мен адамның айтысы, жұмбақ айтысы және салт айтысы деген түрлері бар екен. Бұл домбыраны мен бүгінгі топтың айтысына неге алып тұр бүгінге? Сендердің бүгінгі тақырыптарың айтыс және Біржан Сара айтысы болғандықтан осы домбыраны алып тұр. Енді оның шегіне қыстырылған әрқайсысында топқа бөліну кезіндегі тапсырма бар. Қазір осы тапсырманы ашу арқылы жұптық тапсырмаларды орындаймыз. Үзіндісі берілген, сол үзіндіні әрі қарай жалғастырып, өзіміз жазып оқып береміз. Бәдік айтысы деп аталады балалар, иә? Келесі топтан ақылды қанша сұлу болсам да басыма бостандық жоқ жекеда. Жақсы, тамаша, бұл кімнің айтысы? Біржан Сара айтысынан алынған. Етімді жегенімнен, өкінерсің неге қойдым шолағымды деді. Яғни балалар, ол айтыс дегеннің өзі суырып салмалықты қажет етсе, біздің өзімізде кішкене болса да, сол жаңағы берілген айтыс туралы мәтінге әрі қарай өзіміз жалғасын өлеңмен жалғастырдық деп білеміз. Жақсы. Енді балалар, сендерге тағы бір айта кететін нәрсе, әрқайсының өздерің алдарындағы домбыра арқылы, сол мына қолдарындағы түрлі түсті қағазға фамилияларын жазыңдар да, мына домбыра арқылы әр тапсырмаға өздеріңді бағалап, соны мына жасыл қағазға түсіріп отырыңдар. Балалар, енді келесі орындалатын тапсырма бұл топпен жұмыс деп аталады. Біз білеміз, биыл оқу жылында пиза тапсырамыз, солай ма? Сендер биыл 9-шы сыныптысыңдар. Пиза тапсырмаларының ішінде әртүрлі тақырыптағы әртүрлі мәтіндер берілген. Сол мәтіндердегі сұрақтарды шешу арқылы, сол мәтіндерге өз көзқарасымызды өмірмен байланыстырып, қосу арқылы тапсырмалар орындайтынымызды білесіңдер. Енді мына жерде мен сендерге ақындар айтысында әр айтыскер ақынға апарып шай беретін бұл қазақтың дәстүрі болса, сол кестенің суреті арқылы қазір мен әр топқа 3 түрлі тапсырма беремін. Мына жерде қарайық. Бірінші топта Біржан мен Сара туралы не білеміз? Қазіргі өмірде Біржан мен Сара ақындар бар ма? Сияқты ақындар. Екінші топ Біржан мен Сара айтысы өмірде болған ба? Қазір осы өмірде болса не туралы айтысар едің? Үшіншісі, келгенде жиенқұлға шықпайды үнім. Сара не айтқысы келді? Қазіргі таңда Сара сияқты өз еркінен тыс басқаға жар болатындар бар ма? Қалай ойлайсыңдар? Осы сұрақтар мына кеселердің ішіне жасырылған. Қазіргі өмірде болса, қазіргі таңдағы жастардың тәрбиесі қыз баланың өз жарын өз еркімен тапқан таңдай алуы әр Қазақстанның азаматының өз еркі өзінде екендігі туралы сөз қозғап айтар еді деген ойдамын. Жақсы, тамаша. Біржан мен Сара айтысындағы басты тақырып. Айым, Жансая мен Мақсат, Дидар мен Жансая айтыстары. Жақсы, тамаша. Яғни бұл уақыттағы Біржан Сара айтысындағы Біржанның
Сараны ұтуындағы үлкен мәні ол әйел теңсіздігі, яғни ол әйелдің бас бостандығының болмауы туралы. Сара бас бостандығы болмағандықтан әрі қарай не қылды? Жиенқұлға тұрмысқа шығуға тура келді. Тапсырма сендерге осы пиза тапсырмалары бойынша онлайн тест фактпенен сендерге сұрақтар дайындалған. Бір мәтін берілген және сол мәтіннің артында бірнеше сұрақ дайындалған. Сол бір мәтінге бірінші назар аударайық, қазір ары қарай қалғанын орындаймыз. Мына жерде бізге киіз үй туралы берілген балалар. Киіз үй ол қазақтың нағыз өзінің қазіргідей мынандай үлкен үйлер болмаған кезде ең бірінші өмір сүруінде көшіп қонуына ыңғайлы негіз болған үй. Ең бірінші бүгінгі өтіп жатқан сабағымыз Біржан Сара айтысындағы алғашқы айтыстардың барлығы осы киіз үйдің ішінде басталған. Сондықтан мен бүгінгі тақырыпқа сәйкестеп сендерге осы киіз үй туралы тақырыпты неге